Йо, баяқтан сәлем, қайырлы кеш. Қалайсыңдар? Кешегі видеодан фидбек, обратный связь өте көп болды, рахмет. Біз вообще не ожидали, иә? Біз вообще просмотр, лайктар, вообще не ожидали. Ойладық біз лайк, 100 лайктың өзін әрең жинаймыз ба деп. Сөйтсем 200 лайк жиналып қойған екен, даже может асып кетті 200 лайктар. Бір күнде 24 сағатқа толмай. Көп рахмет, және комментарийді оқып шықтық, барлық комментарийді. Бізге өте қатты ұнады. Бізге Бакыр мен Лукман апаның True өлеңіне реакция түсіріңдерші деген ұсыныстар келіп жатыр. Біз яғни осы көрермендердің ұсынысын жерге қалдырмайын деп, соны орындауға дайындалдық. Соны қазір бірге бастаймыз. Реакция болады. Бакыр мен Лукман апа. Йоу. Кеттік. Халқым, сендер үшін. На свет өшеді көз. Ладно, тұрайыз. Жаңа бас жағында көрдің ба? Бас жағында такой необычный ракурс екен, Бірінші кадрдан ба? Аха, кадрдан ше, кадрдан бет айналып. Прикольный, да? Четко екен. Свет жақсы көремін да. Иә, и светпен жақсы ойнаған екен. Шөппі салып жатыр ғой. Иә. Сол Бакыр негізі, если кім білмейді, либо 2001, либо 2003 жылғы бала, короче. Ана менің ойларымда деген өлеңдер, душу не лей, бірдеңе, сол өлеңдердің немесі осы негізі Бакыр деген жігіт. Иә, 2001, либо 2003 жылғы. Бұл, короче, дос балалармен отырған, вообще танымал емес кезде. Дос балалармен үйде отырған, и шөп шегіп, ана-мынау отырғанда, и жандағы бала видеоға түсіріп, соң өлеңмен, короче, сау жерген тиктокқа. Содан ат кеткен. Ол өзі білмейді ше. Иә, өзі білмеген он. И түсіргенін де білмеген, тиктокта жүргенін де білмеген. И ертеңінде тұрады, короче, кетіп отыр тиктокта. Четко, тема. Кеттік, жағастырып. Қырына беріліп башыма жаңбыр сеуіліп, демені де беріліп башынан баштап, өз күшіме беру, я. Чё там почем, жап-жасыл шөп, да, Бакыр, но я ни о чем. Чё там по счету, чё там насчет, во мне кыргыз хип-хап течет. Это ли true, водный поднимаем, как пираты с братом, это что-то на богатом, я тебе не друг, я пацан с квадрат, трат-тат, с автомата, это тебе тяжеловато. Водный бурится, пацан курица, медиалас, меня вырастила улица, ветер дует, и вместе с ними дую я, когда я дую, море не волнуется. Да что я знаю о потере. Жаңа байқадыңыз ба, сотрудник форуммен тұрды, кәдімгі форуммен. Вроде законом запрещенный сияқты бірдеңе бар еді, типа форма там какарда көрінбеу керек деген сияқты. Типа Қырғызстанда жоқ па сонда? Ондай заң ба? Бізде сондай ғой Қазақстанда түсіруге болмайды деген сияқты. Я потерян, говорят, что время лечит. Не лечит время, никто не вечен, и ничто не вечно. Лишь на раны мои водные лечит. А мы видели, как вы тратили. А мы делали деньги, капали мои бенгеры. Тут мои бенгеры. А мы видели, как вы тратили. А мы делали. Ана, жаңа алдында машинаның несі кадры болды ғой. Машинаның кадры вот сол же четко екен вообще. Тема түсірген. И мен чисто режиссерский және краска, монтаж, не съемочный не бойынша айтып кетейін. Маған ұнап жатыр. Түсірілгені ма? Иә, қалай түсірілген ше? Қалай түсірілген ұнап жатыр. И краскасы да такой прикольный. Да, киношный и кішігірім фильтр берген, зерно берген екен. Зерно, иә. Зерно әдемі өтіп тұр. Жаңағы кадр вообще машинада четко екен маған. Сонда бірдеңе түсіргенге жүрмін менде. Артқа свет берген. Доп, кстати, доп түсірген тоже қырғыз бала. Қырғыз бала ма? Иә, Қырғызстандікі. Красавчик. Молодцы. Қырғыз қазақ бір туған деп. Дұрыс қойын, дұрыс. Молодцы, жеги, шабындар, кеттік.
зашивала криминал. Я еще не знаю, кем я стал. В жизни что-то нашел, что-то потерял. Свои раны зашивала криминал. Көкпің жүйтердің бәрі тұрғанына примерно наркотама бірдеңе. Норма. Примерно. Сондай бірдеңе. Сондай бірдеңе. Хорош. Так, доп кім деп тұрды? Әділ Тіленчиев деген. Анвар. Режиссер. Иә. Әділ Тіленчиев. Молодец, вообще четко. Доп мұны Олег Нагай дейді. Олег Нагай, доп. Хорош. Продюсер. Клипқа көрініп тұр, кәдімгі жақсы бюджет салынған, өте качественно түсірілген. Бояу өте жігіттер молодец. Я бояу вообще четко. Зерно фишка. Зернолар бар, и такой необычный ракурстар бар, который обычный клиптерде қолданатын емес та, қазір более современный біздің қазіргі жастарға өтетін ракурстар бар, ішінде такой необычный. Астынан айналған клип моменттер бар. Маған вообще кайф, мына өлең ұнады маған. Негізі жалпы мен өзім андай рэп көп тыңдамаймын. Мен өлеңдердің көбіне поп, сонда обычный лирический өлеңдер ғой. Бірақ мынаның несі рэбі, несі бит, бәрі ұнады. Текст жағынан да мықты екен. Да, там Лукманапо тоже постоянно түсіретін андай темада ғой. Типа район, короче, стрит стайл, ана мынау деген. Да, тоже сол. И типа передавать еткенде то, что там творится. Центрда емес, а где-то там. Получается, бізге на клиптің арқасын, клип арқылы бізге соны нені районда болады, ішкі кухнясын көрсетіп тұр ғой бізге. Былай кайфовый, короче, бізге ұнады, четко болды. Четко болды. Айтпақшы, біз өзімізді әше таныстырмаппыз ғой. Мына жігіт талант, есімі четкий, опытный мобиловер жігіт. Прям профессионал. Дастан Сильверс. Бізде, в общем, түсіру жағын, монтаж жағын, в общем, осы кісі тащит етеді. Автор, ана мынау деген программаның бәрін осы кісі жасаған деп. Енді осы уақытқа дейін 3 жылдық опыт бар, видеографтың өзім профессиональный. Көрермендерге айтып кетейік, астына комментарийға жазып кетіңіздер, ойларыңызды, жалпы реакция бұндай видео қалай болды, сіздерге ұнап жатыр ма, ұнап жатқан жоқ па, кемшіліктер болса, минустар болса, смело астына жаза беріңіздер. Ол бізге өте керекті, обратная связь. Бізге өте керекті ақпараттардың бірі деймін десек болады. Керекті ақпараттардың бірі. Нені түзеу керек, нені түземеу керек. Бізде өйткені опыт вообще жоқ мынандай немеде, короче. Реакция түсіргенде. Просто так болып кетті бәрі. А так өзіміз түсіргенде түсіреміз де, ал былай мынандай темада в общем опыт жоқ. Солай, в общем, достар, смело жаза беріңіздер. Тизер. Тизер? Типа, андай, на клипта, например, осыған разбор жасадық қой, реакция жасадық, типа, осы сияқты бір тизер түсіріп қойық, типа, осы стайлда. Балаклав алып, бірдеңе, там, светтер қойып. Давайте, онда... Если өтімді болса, Так, онда давайте 500 лайк жинайық осы видеоның астына. 500 лайк жиналатын болса, біз осы клиптен кішкентай 30 секундтық мини тизер біздің стилде, өзіміздің стилде түсіреміз. Және оның бәрін телефонға түсіреміз. Мобилографиямен дамытудамыз. 500 лайк, 500 лайк, уже біздің алдың видео уже 200 лайк болды, ертең 300 лайк болуы мүмкін. Мы покажем то, что умеем, если хотите. Давайте 500 лайк, достар, және подписканы көбейтейік. Біз сіздерге мықты контент беретін боламыз. Четко, давай, жаз. Давайте. Бум. Мынау өшкен жоқ? Достойын тұрып берді дейсі. Достойны. Мынау деген ол свет. Жыдай ғой. Все. Кеттік.